Арыс қаласындағы Алтын тұмар бөбекжай бақшасы бала тәрбиесінде жаңашылдық пен жылылықты ұштастырған үздік мекемелердің бірі. Мұнда әрбір балаға жеке көзқарас қалыптасып, олардың қызығушылығы мен қабілетін дамытуға жағдай жасалған. Бұл бөбекжай бақшада әрбір бүлдіршіннің жан-жақты дамуына ерекше көңіл бөлініп, заман талабына сай әдіс-тәсілдер тиімді қолданылып келеді. Біздің балабақшамыз 2014 жылы балабақша ашылған. 2014 жылдан бері оқу тәрбие жұмыстарын мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасап келеміз. Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда бірнеше шығармашыл тәрбиешілер жұмыс жасайды. Балабақшада 25 педагог. Бұл педагогтардың барлығының білімі жоғары, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу, психолог маманы жұмыс жасайды, әдіскер маманы, музыкант, яғни саз жетекші маманы, дене шынықтыру маманы. 2018 жылдан бастап жылдың үздік балабақшасы номинациясына иеленіп, қала әкімінің 75 мың сыйақысын ұтып алдық. Ол сыйақыға осы балабақшадағы балалардың спорттық киімдерін сол қамқоршылық кеңестің шешімімен спорттық киімдер алынды. 2025 жылы үлгілі мекеме номинациясын алдық. Балабақшамыз қазіргі таңда жасыл желекке айналған, қаламызда көрік беретін ең мықты, жақсы балабақша деп айта аламын. Өйткені бұл балабақшада еңбек етіп жатқан тәрбиешілердің еңбегі орасан зор. Биылғы жылы облыстық семинар 21 сәуірге жоспарланып отыр. Бұл пилоттық жобадағы, яғни ерте жастан еңбекке баулу, кәсіпке баулу бағдарламасы бойынша біз пилоттық жобада семинар өткіземіз. Алтын тұмар бөбекжай бақшасы тек тәрбие ордасы ғана емес, нағыз жанашырлық пен жауапкершіліктің үлгісін көрсеткен ұжым. 2019 жылы Арыста болған жарылыс кезінде балабақша қызметкерлері уақытпен санаспай бір кісідей жұмылды. Таңғы уақытта орын алған төтенше жағдайға қарамастан 27 қызметкер бірлесе әрекет етіп, 113 бүлдіршінді қауіпсіз аймаққа дер кезінде көшірді. Бұл кәсіби шеберлік қана емес, әр баланың өміріне деген үлкен жауапкершілік пен адамгершіліктің айқын көрінісі. Бұл ерлікті мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ерекше бағалап, ерлігі үшін төсбелгісімен марапаттады. 2019 жылы төтенше жағдай орын алған кезде біз осы әскери гарнизонның 100 шақырым жерінде орналасқан балабақшамыз бірінші соққы осы балабақшаға келді. Бірақ дегенмен сол күні таңертең сағат 9-да шамасына балалар тамақтанып жатқан. 27 қызметкер үй жайына бармай, тек қана біздің мақсатымыз ол кездегі елдің баласын аман алып қалу болды. Сол мақсатта бір кісідей ат салысып, сол елдің 113 баласын қауіпсіз жерге көшіріп, ата-ананың алғысына да бөленген жағдайымыз бар. Ата-аналардың қолдауымен осы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың елордаға шақырту алып, ерлігі үшін медалімен марапатталдым. Бұның барлығы менің тек қана жетістігім деп ойламаймын. Бұл Арыс халқының жетістігі, әсіресе Алтын тұмар бөбекжай балабақшасының барлық ұжымдастарының жетістігі деп ойлаймын. Арыс қаласындағы Алтын тұмар бөбекжай бақшасы сапалы тәрбие мен мейірімге негізделген үлгілі орта. Ұжымның бірлігі мен кәсібилігі, балаларға деген шынайы жанашырлығы мекеменің басты құндылығы. Осындай үйлесімді жұмыстың нәтижесінде бүлдіршіндер қауіпсіз, жайлы ортада тәрбиеленіп, болашаққа нық қадам басуда. Алтын тұмар сенім мен сапаның символына айналған балабақша.